қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, Алакөл аудандық бөлімінің басшысына бір мәселемен келген едік. Мен бұл ауданның жағдайы өте жақсы ма деп ойлағам негізі. Білім бөлімінің басшысы Аға, журналист келіп отыр. Аха, талдырманамын дейді. Күтіп. Аха, айттым сізді жаныма деп, медептен алып жүрді. Аха, хорошо. Алакөл ауданының орталық жаңағы аудандық білім бөлімі. Бірінші рет келіп тұрмыз. Қауіпсіздік техникасын мүлдем сақтамайтын көрінеді. Жағдайының барлығы өте қауіпті деңгейде деп айтса болады. Мінекей қаншама мекеме отырған ғимараттың кейпі осындай болып тұр. Мінекей тоқпен проблема бар екен бұл жерде, электриктер тапшы көрінеді ғой. Бірнеше мемлекеттік мекемелер отырған. Мінекей мынау осылай болып тұр. Алакөл аудандық өздеріңізде тазалық жоқ болса коммент ала бересіздер. Мінекей осындай болып тұр. Маған шығанын кірін айта алмайым. Кіре беріс қой мына жерде. Ауданның мәселесі негізі жағдайы жақсы ма деп ойлап едім мен өз басым. Өкінішке орай жақсы емес екен. Бәрі қауіпсіздік техникасы мүлдем. Мына жерде төтенше жағдайлар департаменті мүлдем жұмыс жасамайды екен, тексеріс жүргізбейді екен. Мінекей жағдай осылай. Ауданда бәлкім жұмыс жоқ көрініп тұр. Ғимаратта не бір үлкен жаңағы құзыретті органдар отыр екен, иә? Бірақ ғимараттың жағдайы неге сондай мүшкіл? Қалалық әкімдігі отыр. Әкімнің назарына мына кісі жұмыс орнында жоқ деп тұр. Қазір ана орынбасарын отыр дейді, орынбасары да орында жоқ, жұмыс уақытында келіп тұрмыз. Мына кісі міне орын. Мына жерде отырған орын қараңыздар, сұмдық. Осыған бір назар аударатын адам бар ма? Осындай жерде орынбасар отырады екен. Міне орында жоқ. Сұрасақ қолмен анда сілтейді, мында сілтейді, нақты ақпарат беріп жатқан бір адам жоқ. Мына ғимараттың жағдайы неге бұндай? Бұл жерде күрделі жөндеу өткен бе, өтпеген бе? Соны сұрайық деген едік. Енді жасайын деп жатыр. Енді жасайын деп жатыр? Иә, жасайын. Қарастырылмаған ба сонда бюджеттен ол? Енді қарастырылды. Енді смета құжаттар бәрі дайын деді, енді жасалады. Жақын арада. Иә, жақын арада. Сіздің аты жөніңіз кім? Исатаев Айдос. Ақиқат жалпы екі жақты бірдей қаралу керек, бір жақты ғана тыңдап қою болмайды. Бізге келіп түскен арыз шағым бойынша міне білім бөлімі басшысының қазір жауабын да тыңдайсыз. Қазір арызданушы азаматшаның да ойын білесіз. Сосын екі жақты саралап бір ақиқат шығар деген үміттемін. Жетісу облысы Талдықорған қаласы журналист Балқашқызы дейін бізге мына Тоғжайлау ауылдық округінің мектебіне байланысты бір мәселе келді. Бұл жерде өз-өзіне жаңағы қол жұмсақ фактісі бойынша мұғалім Керімбаева Гүлмира. Солай сияқты, иә, солай болып тұр. Сонымен қатар жаңағы ол мәселе неден басталады? Қазір қылмыстық іс бар дейді. Ол қылмыстық істің деңгейі қандай? Сіз одан құлағдарсыз ба? Жалпы мектептің ұжымы тарапынан бір ұстазды сыйғызбайтын қандай мәселе болып тұр? Шешілмейтін дау жоқ. Мысалы, өзіңіз білесіз, ұстаздық орта этика деген енді бір қарапайым халыққа жеткізе алмайтын нәрсе, ұстаздар ортасында белең алып нақты бір шешім табатын уақыты болып қалғандай. Мәселенің басталған уақытын қарасақ. Сонымен қатар бүгінгі күнге мектептің басшылық жағынан сол қыз балаға, әйел адамға ма жаңа қысым көрсетілген дейді. Сол қаншалықты рас, жоқ па, ол проблема бар ма? Сіз өзіңіз барып қайттыңыз ба, көрдіңіз ба, не болып жатыр, соны айтып жібересіз ба? Жақсы, Дина Балқашқызы. Мен осы мемлекеттік мекеменің басшысы болғаннан кейін аудандағы жұмыс істеп жатқан барлық 1840
мұғалімнің жағдайын білмесем де бұл жағдай маған таныс. Керімбаева Гүлмира, әкесінің атын ұмытып енді, мұғалім көп енді. Бұл кісі балабақшада жұмыс жасады, қасында балабақша бар. Сол балабақшада жұмыс жасады, бірақ бұл кісінің мамандығы мұғалімнің мамандығы, тарих пәнінің, тарих географияда бөліміміз, тарих пәнінің мұғалімі. Сол маған мен келгеннен бері осылай Әсет ағай, мен енді ана жақта мектеп балабақша болғаннан кейін мектепке дейінгі білім болу керек қой. Мен ондай білімім жоқ, ертең күні маман емессің деп айтама, мына мектепке енді талай жыл болды арыз беріп жүрмін, орын босамайды, жаңағы жолдасым жоқ, 2 балам бар деп маған келген. Сол себептен мен оны түсіністікпен қарап, орын босады, жаңағы Гүлмираны жұмысқа қабылдаттым. Шыны керек, өйткені енді әкесі де көп жыл педагог болып істеген, сол мектептен зейнеткерлікке шыққан, енді қызы осындай жағдай болып тұр. 2 бала емес, 3 бала ғой деймін, үлкен ұлы бар ғой деймін, еще астанада оқитын, 3 бала бар. Қиын енді. Сондықтан мен енді ол жағында қарауым керек. Сағат тауып бердік, 16 сағатқа толтырдық оны. Сосын кейін жұмысқа кіріп, жұмыс басталды. Енді арадағы жаңағы мектеп әкімшілігімен, жалпы ұстаздармен келіспеушілік деп отыр ғой. Ол бойынша мен өзім бірнеше рет бардым. Мектеппен жұмыста жасадым, әңгімелестім де, сұрастырдым енді, бұл қалай жағдайым, сіз былай айтып отырсыз деп, былай айтасыз дегенде сондай жағдайлар болды. Татуластырып, ұжыммен ондайды әрекет жасадық. Өзіміздің жаңағы бас маманым бар, парфумым бар деген сияқты барып әңгімелесіп, осылай болмайды. Енді бұл кісі мынау балабақшада істеген соң өжетін балабақшаның, білесіздер, оның спецификасы да, оқу тәрбие жоспары да, балалармен жұмыс жасау да, ол бір бөлек. Ұстаздық мектепке келген соң кейін өзінің құжаттары бар, мектепке қажетті, мұғалімге қажетті жаңағыдай қысқа мерзім жоспар дейміз ғой, сабақтың жоспары, сол бар. Басқа да құжаттар бар, соған көмек беріңіздер деп тәлімгерді тағайындап кеттік. Тәжірибесі бар. Сіз көмектесіңіз. Өйткені бәріміз де осылай келгенбіз, бәріміз де алғашқы жұмысымызды бастаған кезде қиыншылықтардан өткенбіз, бірақ енді көпшіліктің арқасында істедік деп солай болды. Одан кейін бұл кісі енді маған қысым көрсетті деп, енді мен қалай айтамын, енді қазір өзіңіз білесіз, тергеу амалдары аяқталған жоқ. Қазір мынау былай айтты деп, аналар былай айтты деп. Бір мәселелермен мен мектептің әкімшілігін осы жерге шақырғам. Шақырғанда енді жол қашып, бір жиналысқа келгенде алып қап, солармен де сөйлескен. Сіздер енді қолдау табыңыздар, сол үшін мектепте басшы болып отырсыңдар деп. Енді Гүлмираны кішкене жақтап деген сияқты енді солай болды. Одан кейін біраз мәселелер, енді арызданды ғой, біраз мәселелер енді шынын айтса дәлелденбеді. Ондай да болды енді. Мына енді кішкене мектеп әкімшілігі де жиналысқа қатыспайды, таңдан етпейді. Уақытында жаңағы есеп қисабымыз бар, соны өткізбейді. Мына үйден оқытуды бергенбіз ғой біз, сағат болсын деп. Оған да барған жоқ енді деп. Сол одан кейін ұжымды жинап, ұжымның атынан маған өтініште түскен, арыз деп айтпай қойын, өтініш келген. Өтініш түскеннен кейін мен жаңағыдай ұжыммен бардым, онда отырғызып сөйлеп, үлкендері сөйледі, енді біз Гүлмираға ешқандай айналайын, ешқандай саған неміз жоқ, істеде жүре бер, көмектесің, көмек, енді мынауың енді анда айттың, мында айттың, кішкене ыңғайсыз болып тұр деген сияқты. Одан кейін жаңағыдай күндердің күнінде ол өзіне қол жұмсады деп анасы маған телефон шалды. Одан кейін біз енді одан кейін бардық. Ол енді өзін өзі қол жұмсағаннан кейін ол уже дәрігерлердің, құзырлы органдардың араласатын жұмысы ғой. Мен Керімбаева Гүлмира Рысбековна, Алакөл ауданы Тоғжайлы ауылы тұрғыны. Тоғжайлы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде тарих география пәндері бойынша ұстаздық қызмет атқарудамын. 2024 жылы 2 желтоқсанында Күлімай балабақшасына ауысып келгеннен бастап мектеп әкімшілігі тарапынан қысым көре бастаймын. Ар-намысыма келетін сөздер айтып, және де кәмелет жасқа толмаған балаларымның конституциялық құқығы бұзылды. Және де заңсыз мен үстем актілер толтырылып, және арыз шағымдар түсті. Сол негізде 2025 жылы 5 қаңтарда
мектепшілік әдеп жиналысында арыз шағым талқыланған болатын. Ол арыз шағымның түпнұсқасымен келіспегендіктен аудандық білім бөлімі басшысы Ибраевтың атына 8 күні қаңтар күні 2025 жылы кері арыз шағым түсірген болатын. Сол кері арыз шағым негізін комиссия құрып тексеруге Ибраев Әсет Садақаш келеді. Сол кезде көрсеткен фактілер орын алады, және де заңсыз іс-әрекеттер орын алады. Сол кезде ұжым атынан кәсіподақ төрайымы Жазира Шыбынтаева, психолог маман Асемгүл Мақсұтқызы, оқушы жөніндегі орынбасары Тұрсынай Шалтаевна және де мектеп директоры Сания Ахмешқызы ұйымдастыруымен менің үстімнен ұжымдық арыз шағым түсіреді. Ол жерде 49 адамның қолы қойылған болатын. Ол арыз түпнұсқасы бұл жерде маған қысым боп көрсетіледі. Арыз шағым соның салдарынан үйге келгеннен кейін сол күні түнгі сағат 12:00 шамасында 17-сіне қараған түні қаңтардың 2025 жылы өз-өзіме қол жұмсаған болатын. Педагогикалық статусымды төмендетіп, ар-намысымды қорлаған үшін және де балаларымның конституциялық құқығы бұзылғанына шыдай алмай өз-өзіме қол жұмсаған болатын. Жетісу облысы Алакөл аудандық білім бөлім басшылығына міне шығып келе жатырмыз. Жалпы білім бөлім басшысы өте парасатты, барлық сұрақтарға толыққанды жауап беретін азамат екен. Жауабы қанағаттандырды бізді. Бірақ мына ғимараттың жұмысымен, ғимаратта отырған мекемелердің жалпы ғимараттың жұмысы ұнамады, тазалығы ұнамады. Алакөл аудандық полиция бөлім басшыларына жолықтық. Арызданушы Керімбаева ханымның арыз шағым бойынша қылмыстық іс қозғалғаны рас екен. Енді тергеу амалдары өз заң шеңберінде жүріп жатыр. Енді ол тергеу амалдарының барысында біз араласуға ешкімнің хақысы жоқ. Қараңыздаршы, қане күшті. Тап-таза. Бұл Алакөл ауданының полиция бөліміндеміз, мінекей. Күшті. Рахмет сіздерге осыны тазалық сақтап тұрғандарыңыз үшін. Ары қарай енді прокуратураның жұмысын көріп қайтайық. Алакөл ауданының прокуратурасы өте тап-таза, өте жақсы, таза ғимарат екен. Полиция бөлімі де таза, прокуратура да тап-таза екен. Ешқандай жаңағы бір қоқыс жатқан көрмесін, тап-таза ғимарат. Жұмысы қанағаттанарлықтай деп айтуға болады. Міне ғимараттың алдында қазір көрсетеміз. Жалпы енді мемлекеттік ғимараттар тазалық сақтау керек деп есептейміз. Алдында тазалығы жақсы, барлығы міне уақытысында суарылып, мінекей ғимараттың алды да тап-таза. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, Алакөл ауданы Үшарал қаласындамыз. Бұл ауданның орталығы. Жаңа полиция және прокуратура ғимаратына өтіп, ресми комментарий сұрап қайтқан болатынбыз. Жалпы прокуратура мен полицияның жұмысы жақсы жүріп жатыр деп айтуға болады. Тазалығы, адамға деген жаңағы көзқарасы, пайымдауы, сыйластығы, жаңағы құқығын құрметтеуі алдыңғы қатарда тұр. Ол деген облыс басшысы, жаңа прокурор Мадербекенұлы мен полиция басшылығындағы Сарқытбай Зәкірұлының еңбегі деп білеміз. Осы жақтағы жергілікті жердегі аудан прокурор мен аудандық полиция бөлімінің басшысының еңбегі деп білеміз. Ғимараттары тап-таза, адамға деген сый құрметі жоғары. Кіре берістен, мына обычно әдетте КПП дейді ғой, мына кіретін бөлігінен бастасаң, мына неше түрлі бір әңгіме естисің, жаңа құжатыңды көрсетсең де 100 сұрақ қойып, жаңағы бір керек емес дүниелерді талап етіп, сондай дүниелерге тап боламыз. Бірақ мына жаққа келгенде, жаңа кіргенде сәлеметсіз бе, қай жерге кірдіңіз, қай жерге келдіңіз, кімге кірдіңіз, кіре қойыңыз деп ешқандай кедергісіз барлығына толыққанды ашық түрде жауап беріп, яғни жұмыстың жоғары деңгейде қойылғанына көзіміз жетіп отыр. Сол үшін облыс басшылығына,
облыстық прокуратура басшылығына, облыстық полиция басшылығына және осы жұмысты алға қойып тартып келе жатқан осы аудан бөлім басшыларына, жаңағы прокурорына, полиция басшылығына алғысымызды айтқымыз келеді.